Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің видеоларымыз, хикаяларымыз сізге ұнап жатса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоларымызды соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Әсел іске пысық, еңбекқор қыз еді. Алайда оның тілі өте нашар, жаман сөйлейтін қыз болды. Анасы оған: "Сен әдемі сөйлеуді үйрен. Ертең тұрмысқа шықсаң, сенің істеген ісіңнен емес, айтқан әрбір сөзіңді мақтаныш тұтамын", деп айтатын. Жаман сөзде, жақсы сөзде бір ауыздан шығады ғой деген сөзін анасы ешқашанда тастамады. Әсел біреумен төбелесіп қалса, оған ауыр сөздер айтатын. Ал күні өтті, жылы өтті, Әсел де тұрмысқа шықты. Тұрмысқа шыққаннан кейін балалы болса да, ол күнделікті осы әдетін тастамады. Емнесі оның істірлігіне еш мін таба алмайтын. Алайда ол балаларын күніге қарғап-сілеп отыратын. Балалары ойнап жүрсе, "Қазір өлесің, шулама, бала болмай өл" деген сөздері оған күнделікті сөзге айналған. Үлкен ұлы 5 жаста, қызы болса әлі сәби бесікте жататын. Кішкентай сәбиге жыласа да, "Қазір өлесің" деп жатып алып тербететін. "Үніңді көшір, болмаса қазір өлтіремін" деп айқайын сала беретін. Кейде бұны естіген нәресте үнсіз қалатын. Әселдің күйеуі үйдің тұңғышы болған соң ол бөлек шығуы керек еді. Олар бөлек шықты. Олар 2 күн әжетхана үшін жер қазып жүрді. Ал бүгін қазса, болды, түбінен тереңдей түсетін. Күйеуі шұңқырға түсті. Өзі шелек ұстап топырақты тартып отырды. Ал баласы далада ойнай берді. Сол кезде шақалақ және жылай бастады. "Хәп бәле", ұйқыдан тұрды. "Әне, бір жұмыс істейін десең қоймайды. Жылағаны өлтіремін қазір сені", деп айқайға басты. Ал күйеуі болса барып ұйықтатып кел деді. Ал ол болса: "Жоқ, жұмысымызды жасай береміз. Күн ысып кетпей жатып тезірек қазып алайық. Бала болса жыласа ішегі кеңейеді", деді дағын шелектеп төмен түсірді. Ал күйеуі топыраққа толтыра бастады. Сол кезде баласы ойнап жүргенін көріп шешесі: "Ей, ана сіңіліңе барып қарасайшы, қазір барсам өлтіремін, тынышталмаса өлтіремін", деп айқайлады. Бала үндемей ғана үйге кіріп кетті. Содан әйел шелекті тарта бастады. Бала сәбиге қарап: "Өш, ондай қазір өлтіремін, жылама", деп айқайлады. Сәби одан әрі жылай берді. "Өлтіремін қазір жыласаң", деп және үн қатты. Сол арада Әселге күйеуі: "Топырақты тарт, шелекті тарт" деген дыбыспен үн қатты. Әсел шелекті тартты. Сол кезде шақалақтың даусы үнсіз қалды. Нәрестенің үні шықпай қалды. Ал баласы ise қолында қанқан пышақпенен сыртқа шыға келді. Мұны көрген келіншек шелекті тастап жіберді. Ол күйеуінің басына түсті. "Балам, не істеп қойдың?" деп Әсел үйге жүгіре кірді. Баланың есе жүрегі жарылды. Шақалақ сол жерде мерт болды. Осылайша Әсел бір дегенде 3 адамның сөзімен басын жұтты. Осымен бір күнде бір үйден 3 мәйіт шықты. Оның күйеуі, баласы және нәрестесі. Осылайша, осыған қорытынды шығарғыңыз келсе, біздің видеоларымызды тамашалап, соңына дейін қарастырып, бір ғана лайк және де подписаться түймелерін баса кетуіңізді ұсынамыз. Бізде осындай ибратли хикаяларды тек қана біздің каналымыздан таба аласыздар.